Саламатсыздар ма, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге екі жақтама тігілетін екі түстен осындай құрақты неғым кеп отыр, көрсеткім кеп отыр. Бұларды не үшін көрсетіп жатырмын? Өткенде де айттым ғой, шынжыр құрақ, соны шығаруым керек. Шынжыр құрақты соны енді бір көрпешені аяғына дейін бітетіндей не болып атқан жоқ, материал болып атқан жоқ, бірақ сол шынжыр құрақты бір құрап өзім үйренуім үшін сол шынжыр құрақты неғып жатырмын, үйреніп алайын, сосын келесі жол сіздерге бітіріп көрсететін боламын. Төрт көзден неғылады, құралады бұл шынжыр құрағыңыз. Төртеуі біріккен кезде бір несі шығады да, бір формасы шығады дейміз ба, қалай? Соны тігіп көрсетейін. Бітірген соң сіздерге сол төрт көзден болғанда төртеу 8 16 көзден бір несі шығады ғой, 16 көзден бір несі шығады. 16 көзден бір жаңа толық шынжыры шығады да, оны да көрсететін боламын. Енді қазір сіздерге не қып алайын, қалай тігілулерін соны көрсете берейін. Бұл екі көк түстен және жасыл түстен тігіледі. Екі жағына жасыл түс кетеді, екі жағына көк түс кетеді. Екі түсті шиғырақ деп айтуға болады. Бұда да сол қарама-қарсы екі бетін, мына бетін тігемін қазір, анаған қарама-қарсы жаңаға қарама-қарсы тігіліп отырады. Бұл құрақтың ерекшелігі қарама-қарсы тігіліп отырады. Өткендегі білесіздер 8 жапырақ тіккен бұның алдында тырнақшасымен. Содан қалған қалдықтар болып тұр. Енді соны мына шынжыр құрақтан бір көзін шығарып сіздерге көрсетіп қоямын. Бұның ерекшелігі сол, бұл қарама-қарсы бетке тігіліп отырады. Бірінен кейін бірін тігіп айналдырып кете алмайсыздар. Қарама-қарсы бетке тігіп отырамыз. Сондай несі бар бұның. Тырнақша салынбайды. Ленталарымның ені 3 сантиметрден алдым. Ортасында көзіне сол 3-те 3 қып екі түрден біріктіріп соны салып жібердім. Міне енді бергі беті тігіледі. Бас аяғын бекітуді ұмытпаңыздар.
міне енді және жаңағының қарама қарсы бетіне шығамыз. Шамалы жылдамдатайын, уақыттарыңызды алмай. Қарама қарсы екі жақ кезек тігіліп отырады. Міндетті ылғи да екі жақтан тігіп отырасыздар. Сонда екі жақтан тігіліп отырады. Міне екі шеті көк түстен, екі шеті жасыл түстен болады. Есептемегенде әр шетінен ши құрағымыз төрт қатардан түседі. Төртеуден түседі.
он алтыда 16 болып шығады өлшемі.